Аштықтан әлім бітіп, көзім қарауытып, шала жанса жатқан жерімнен ересек біреулердің тауып алып, сыртта тұрған шанаға апарып салғанын, үстіме киіз жауып, қымтап жатқанын еміс-еміс білемін. Сөйтсем, бұлар аштықтан қырылып жатқан қазақ ауылдарын аралап, тірі қалған бала шағаны аман алып қалу үшін қыстау-қыстауды аралап жүрген комсомол жасақтары екен. Қалқанды шананың ішінде менен басқа тағы бірнеше бала бар екен. Көбі басын көтере алмай, әлсіз ыңырсиды. Бізді қалаға келгенде шанадағы 9 баладан 5-еуіміз ғана тірі жеттік. Бізді Ырғыздағы панасыздар үйіне орналастырды. Онда тіпті қиын екен. Арық тұрақ, өзі аш балаларды бит жеп өлтіргенін көзім көрді. Қыстың ұзақ түнінде таң алдында түзге шықтым. Дәретхана деп ойлап, тақтай қойманың есігін ашып қалғанымда. Отынға дайындаған сексеуіл сияқты төбеге дейін тіреп, жиып қойған өзім құрлы кішкентай балалардың өлі денесін көрдім. Сол жерде құлап қалыппын. Артынан біреу-міреу ішке кіргізіп тастапты. Нендей дерт екенін білмеймін. Жаңа ғана сүт ішіп нан жеп отырған бала оқыс қисая кетіп, қылғына бастайды да көзі ақшаңдап жүріп кетеді. Менімен бір кереуетте жатқан 5 бала солай өлді. Жаз шыққан соң балаларға ілесіп қала шетіне кірпіш басу үшін үңгіп Қазан апанға бардым. Апандардың ішінде үйген тезекке ұқсатып, кішкентай балалардың басын жиып қойыпты. Бақсам, қыста өлген балаларды көме алмай, апандағы қардың астына тастай беріпті. Көшеде өліп қалғандарды күнде таңертең арнайы адамдар келіп жалаңаштап, тау төбе қылып арбаға тиеп алып кетеді. Қаланың шетіндегі үлкен орға апарып тастайды. Бұлардың бәрі қазақтар еді. Және бір есімде қалғаны. Балалар үйі орналасқан қалада тұратын Грошев дейтін көпес, көзі қарауытып, аштан бұралып қорасына кірген қазақ жігітін табанда атып тастады. Бақшама түсті деп, Нүрей дейтін түрік тағы да бір аш қазақты атып тастады. Жазықсыз жанды неге өлтірдің? Деп сұраған ешкім жоқ.